сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы болашақ маманның кәсіби тілі. Грамматикалық тақырыбымыз міндет, жауапкершілік, мәнді сөйлемдер. Сабағымызды бастамас бұрын топтастыру әдісі бойынша қандай мамандық түрлері бар екенін білесіздер, соны жаза кетсеңіздер. Жазып болсақ, енді суреттерде қандай мамандықтарды көріп тұрсыздар, соны жазсаңыздар, және де әр мамандық бойынша 5 термин сөз мамандыққа қатысты жазсаңыздар болады. Енді мына сұрақтарға жауап бере кетсек, мамандық дегеніміз не? Мамандықты меңгеру үшін не қажет? Белгілі бір кәсіптің иесі болу үшін міндетті түрде жоғары білім алу керек пе? Ауыл экономикасын көтеру үшін ауылға ең алдымен қандай мамандықтар қажет деп ойлайсыңдар? Адам өз мамандығын таңдаған кезде нені басшылыққа алу керек? Жақсы маман болу үшін адам нені білуі және үйренуі керек? Адам өзін белгілі бір мамандыққа қашан, қалай дайындау керек? Қай уақытта адам өз еңбегінің жемісін көре алады? Осы сұрақтарға жауап беріп кетіңіздер. Келесі кезекте қарлы кесек ойыны арқылы мәтін абзацтардың ретін табыңыз. Бірінші, мамандық сөзі латын сөзінен шыққан, жұрт алдында сөйлеу, жариялау дегенге саяды. Есте жоқ, ескі заманда мамандықтың қазіргідей түр-түрі болмады. Әр адам барлық жұмыспен өзі ғана айналысатын. Дегенмен әйелдер мен ерлерге деп бөлінетін жұмыстар болған. Ерлер аң аулап, үй тұрғызып, қару-жарақ жасаса, әйелдер жеуге жарамды өсімдіктерді жинап, тамақ пісіретін. Киім-кешек тігіп, бала тәрбиелеген. Заман өзгерген сайын адам да жетіліп, нарықтық қарым-қатынас пайда болды. Қоғам дамып, дүниеге түрлі жұмыстар, сәйкесінше түрлі мамандықтар келді. Екінші абзац, кез келген еңбек мамандық емес. Еңбектің мамандық деп аталуының өзінің шарттары бар. Бірі, маман атану үшін білім алып, қолыңызға сол сапаның дипломын, куәлігін, аттестатын немесе сертификатын алуыңыз керек болса. Екіншісі, еңбегіңізге ақының төленуі қажеттілігі. Өз ісінің нағыз маман атануы екінің бірінің қолына бұйырмаған. Ол үшін ең алдымен мамандығыңызға деген махаббат керек. Мамандыққа деген махаббатпен карьерист болу керек. Біздіңше екі бөлек нәрсе. Махаббатпен істелген жұмыс қана нәтиже бермек. Екінші сөзбен айтқанда, мамандығыңыз сіздің сүйікті ісіңізге айналу қажет. Бұл жағдайда адам жұмысқа ерекше құлшыныспен кіріп, жұмысынан ләззат алады. Үшінші абзац, мамандық таңдау. Мамандық таңдау адамның жас шағында қабылдайтын ең маңызды шешімдерінің бірі. Елбасының жастарға қояр талабы білікті кәсіби маман болу. Таңдайтын мамандығының өзіне қоғамға қажеттілігі, әрі қолынан келетін, көңілден шығатын жұмыс болуы керек. Жүрегі қапаланған мамандық иелері көп қиындыққа кездеседі. Әр адам өз қабілетіне, икемділігіне қарай мамандық таңдауы тиіс. Мамандық таңдау мәселесі әсіресе біздің қоғамымыздағы нарықтық қатынасқа көшіп отырған жағдайда өте күрделі мәселе. Төртінші абзац, мамандық таңдау деген өзің айналысқың келетін жұмысты таңдау ғана емес, өзің араласқың келетін ортаны да таңдау. Қазақ, адам екі түрлі жағдайда қателеспеу керек. Бірі жар таңдағанда, екіншісі мамандық таңдағанда деп бекер айтпаса керек. Енді осы абзацтарды рет-ретімен қойып шықсаңыздар, одан кейін тексеріңіздер. Келесі тапсырмаға кезек берсек, сөйлемдердің шын немесе жалған екенін анықтаңыз. Бірінші сөйлем, мамандық таңдау адамның ұлғайған шағында қабылдайтын шешімдерінің бірі. Елбасының жастарға қояр талабы. Келесі сөйлемдерге кезек берсек, таңдайтын мамандығының өзіңе ұнауы маңызды емес, кез келген еңбек мамандық емес, жүрегі қалаған мамандық иелері көп қиындыққа кездеседі. Мамандық бойынша түр сипатына қарап таңдайды. Мамандықтардың пайда болуы қоғамның дамуымен байланысты емес. Мамандық таңдау ұлтына байланысты. Махаббатпен істелген жұмыс қана нәтиже бермек. Енді осы кестедегі сөйлемдердің шын немесе жалған екенін анықтаңыз. Міндет, жауапкершілік, мәнді сөйлем. Мысалы, маған Алматыға ұшу керек. Міндетті, менің Алматыға ұшуым қажет. Мен Алматыға ұшуға тиістімін. Және де осы үш сөйлемнің үш жақты түрленіп қолданып жатыр. Енді үлгі бойынша міндет, жауапкершілік, мәнді сөйлем құрастырыңыз. Мысалға, менің оқуым керек. Мен бұл емтиханды өте жақсы деген бағаға тапсыруға тиістімін. Көп нүктенің орнына керек, қажет, тиіс, міндетті сөздерін қойып жазыңыздар.
менің ұжыммен танысуым, Аманжолдың басшысымен кездесуі, жұмыс беруші тұлғалар өзінің қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайымен жақсы таныс болуы, сағындық еңбек тәртібінің жаңа жобасымен қызметкерлерді таныстыруы, қызметкерлер еңбек тәртібі бойынша жыл сайын кезекті еңбек демалысына шығуы, кез келген жұмыскер өзінің лауазымдық міндеттерін білуге. Келесі әдіс синклейн әдісі бойынша өзіңіз оқып жатқан мамандыққа 5 жол өлең құрастырыңыз. Бірінші сөйлем бір зат есім, екінші сөйлем екі сын есім, яғни қандай деген сұраққа жауап беру керек. Үшінші сөйлем үш етістіктен, яғни не істеді деген сұраққа жауап беру керек. Және де төртінші сөйлем бір толық ойды білдіру қажет, түйін. Және де соңғы сөйлем синоним сөз болу керек. Мамандық сөзіне қатысты синоним сөзді жазыңыздар. Енді үй тапсырмасына кезек берсек, осы тақырыпқа байланысты 10 міндет жауапкершілік мәнді сөйлемді құрап жазыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.